Сәлем, бүгін 8-ші сыныптың сутектің қасиеттері және оның қолданылу тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Сутек неге тұрмыста қолданылмайды? Қоспасы сутек қалыпты жанады. Оның ауамен немесе оттекпен қоспасы қопарылыс бере жанады. Әсіресе екі көлем сутек пен бір көлем оттектен тұратын қоспа өте күшті қопарылғыш қасиетке ие. Егер қопарылыс шыны ыдыста жүрсе, оның сынықтары маңайындағы адамдарды жарақаттауы мүмкін. Екінші сұрақ. Сутектің химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін жазыңдар. Бірінші, сутек оттекпен әрекеттесу арқылы жанып, жылу бөледі. Екінші, хлормен, броммен, фтор және иодпен әрекеттесіп, ұшқыш қоспаларды, қосылыстарды түзеді. Үшінші, ол азотпен әрекеттесу арқылы практикалық маңызы бар аммиакты түзеді. Сонымен қатар биметалдармен қоса металдармен, мысалы натриймен әрекеттесу арқылы гибридтер, яғни қатты заттарды түзеді. Үшінші сұрақ. Сутектің берілген оксидтермен әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар. Бұл реакциялардағы сутектің рөлін түсіндіріңдер. Сутек вольфрам оксидімен, сынап оксидімен және ванадий оксидімен әрекеттесу нәтижесінде металдарды ығыстырып шығарады. Сіздерге реакция теңдеулерін жазып көрсеттім, яғни нәтижесінде металдар ығысып жеке дара болып шықты. Төртінші сұрақ. Сутек қайда қолданылады? Болашақта оны қолданудың қандай маңызы бар? Жеңіл газ ретінде сутектің гелиймен қоспасы аэростаттар мен дирижабльдерді толтыруға қолданылады. Металдарды олардың оксидтерінен алуға және аммиак, хлор, сутек, метанолды синтездеуге қолданылады. Болашақта отын ретінде қолдануға болады. Бесінші сұрақ. Суретте А, Б және С шарлары көмірқышқыл газы, сутек және азот толтырылған. Қай шар қандай газбен толтырылған? А сутекпен, азотпен, Б көмірқышқыл газымен толтырылған. Себебі олардың массаларына, ауаның жеңілдігіне, малялы массасына байланысты. Мысалы, сутек бізде 2-ге тең, ал азот 28-ге, ал көмірқышқыл газы бізде 44-ге тең. Алтыншы сұрақ. Сызбанұсқа бойынша химиялық реакция теңдеулерін құрастырыңдар. Алтыншы сұрақтың асы. Судан сутекті, сутектен хлор сутекті және де сутектен аммиакты алуымыз қажет. Яғни біз 3 химиялық реакция жазамыз. Бірінші, 2H2O ыдырайды 2H2 плюс O2-ге. Екінші, H2 плюс хлор 2 түзеді 2H хлор. Үшінші, 3H2 плюс N2 түзеді 2NH3. Алтыншы сұрақтың басы. Сутектен күкірт сутек, күкірт сутектен күкірт және сутектен метан, метаннан көмірқышқыл газын алуымыз қажет. Яғни бізде бұл жерде 4 реакция шығады. Бірінші, H2 плюс S түзеді H2S. Екінші, 2H2S плюс SO2 түзеді 3S плюс 2H2O. Үшінші, 2H2 плюс C түзеді CH4. Төртінші, CH4 плюс 2O2 түзеді CO2 плюс 2H2O. Жетінші сұрақ. Кип аппаратының маңайында неліктен ашық от көзі болмауы керек? Себебі өрт пайда болуы мүмкін. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Егер видео ұнаса, подписаться етіңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.